Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет шашырап тұратын нан салманың рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей алдымен барлық заттарымызды осылай турап аламыз және қызып тұрған қазанымызға осылай майымызды құйып, етімізді жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Енді қуырып болған соң пиязымызды, сәбізімізді теркадан өткізіп қосатын боламыз. Және де тұзымызды, томатымызды, паприкамызды дәміне қарай приправаларды қоса берсеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Біздің үйдегілер нан салманы өте жақсы көреді. Сіздер де жасап беріп, үйдегілерді қуантыңыздар. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Өзім де нан салманы жақсы көремін. Енді қайнап тұрған суымызды құйып, жарты сағаттай қайнататын боламыз. Оған дейін қамырымызды илетін боламыз. Енді бір жұмыртқамызды қосып, стаканымызға тұзымызды қосып, жылы суымызбен жақсылап араластырып, осылай қаттылау қамыр илеп алатын боламыз. Енді қамырымыз дайын. 5-10 минут тұрады. 5-10 минуттан соң екі бөлшекке бөліп, жуала жасап алатын боламыз. Достар, каналымның дамуына үлес қосып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Осылай шеттерін алдымен басып алыңыздар. Сосын барып, шет жағын барлығын осылай бірінші басып шығамыз. Осылай барлығын жайып алатын боламыз. Оқтаудың екі жағына қол жүгіртіп, қамырымызды жайатын боламыз. Еттің қамырынан сәл қалыңдау болуы болады. Нан салманың қамыры қалыңдау болуы қажет. Және де дегдітіп біраз жайып қоямыз. Келесі қамырымызды жаятын боламыз. Бірінші қамырымызды дегдітіп матаға жайып қойсаңыздар болады. Сонда кескенге өте керемет болып кесілетін болады. Екінші қамырымызды жаямыз дегенше, бірінші қамырымыз дегдіп әдемі болып қалады. Мінекей осылай барлығын осылай жайып аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді бірінші қамырымызды алып келіп, осылай кесетін боламыз. Мінекей кепкен қамырымыз өте керемет болып шашырап тұрады. Мінекей осылай кесілуі қажет. Мінекей қамырымызды қайнап тұрған суымызға құйып алдық, салып алдық. Енді үстіне подливкамызды салып, осылай ұсына беретін боламыз. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет болып шықты. Мінекей ас болсын.